Қазақстан Республикасы президенті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлына Маңғыстау облысы Ақтау қаласы 28-А шағын аудан үйінің тұрғындарынан ұжымдық хат. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, біз Ақтау қаласы 28-А шағын аудан үйінің тұрғындары өз даусымызбен Кетібаева Гүлдана ханымды осы төрайымы болып сайлап алдық. Алайда қазіргі уақытта ЖКХ басшысы Көчербаев Нураддин және оның орынбасары Бисенғалиев Сайлаубек тарапынан жаңа төрайымның жұмыс істеуіне кедергілер жасалып, тұрғындардың заңды таңдауы орындалмай отыр. Осыған байланысты біз 28-А шағын аудан үйінің тұрғындары Көчербаев Нураддин мен Бисенғалиев Сайлаубекті қызметінен босатуды талап етеміз. Және олардың қызметтерін тексеріске алуыңызды сұраймыз. Тұрғындардың заңды түрде сайланған осы төрайымы Кетібаева Гүлдана өз міндетін еркін атқару үшін қажетті шаралар қабылдануын сұраймыз. Құрметпен Ақтау қаласы 28-А шағын аудан үйінің тұрғындары. Президенту Республики Казахстан Токаеву Касым-Жомарту Кемеловичу от жителей 28-А микрорайона города Актау Мангыстауской области. Коллективное обращение. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, мы, жители 28-А микрорайона города Актау, большинством голосов избрали Кетибаеву Гульдану председателем ОСИ наших домов. Однако в настоящее время руководитель ЖКХ Көчербаев Нураддин и его заместитель Бисенгалиев Сайлаубек создают препятствия в работе вновь избранного председателя, не дают возможности выполнять свои обязанности и фактически игнорируют законный выбор жителей. В связи с этим мы, жители 28-А микрорайона, требуем освободить Көчербаева Нураддина и Бисенгалиева Сайлаубека от занимаемых должностей и провести проверку их деятельности. Просим принять меры и обеспечить условия для полноценной деятельности законно избранного председателя ОСИ Кетибаевой Гульданы. С уважением, жители 28-А микрорайона города Актау. Талап етеміз.